Армысыздар, ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға алғаш рет келіп болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бүгінгі тақырыпта сіздерге 20 жұмыс күнінің ішінде МПФ-тен шектік сомадан асқан ақшаны қалай қолдану керек, оның уақыты қай кезден бастап іске асады, толыққанды сол жайында айтып беретін боламын. Тақтаға назар аударыңыздар. Ең бірінші, әрине, шектік соманы біліп аласыздар. Спецшот ашу керек, ЕЦП кілт керек, оның бәрін алдыңғы видеоларда айтып бастаған болатын. Менің плейлист бөліміне өтіп, МПФ ақшасын қолдану мақсаттары деген жаңа бөлімде 13-тен аса асқан видео бар, қарап шықсаңыздар болады. Сонымен қараңыздар, шектік сомадан асқан ақшаны білдіңіздер да, белгілі бір мақсат таңдайсыздар. mpf-отбасы.kz сайтынан да депозитке аудару, алғашқы жарнаға қолдану, 100% пәтер немесе үй сатып алу, ішінара немесе толық төлеу немесе емделу деген осындай мақсаттар бар. Өзіңізге керекті мақсатты таңдадыңызда ақшаңызды тапсырыс бердіңіз. Енді қараңыздар, мұқият ескерту. Ақша спецшотқа түскен күннен бастап, түскен сәттен бастап сізге 20 жұмыс күні беріледі мақсатты растауға. Ол қалай? Мысалы, сіз отбасы банк депозитіне аударам деп ақша таңдадыңыз да, спецшотқа түсті. Енді спецшотқа түскеннен кейін сізде 20 жұмыс күні бар. Жаңа порталға кіріп, спецшотта жатқан ақшаны депозитке аударуға. Ол депозитке аударылғаннан кейін 3 жыл ары қаратай жинала береді. Немесе алғашқы жарна ретінде қолдану деп мақсат таңдадыңыз да, яғни сіз уже спецшотқа ақша түскен күннен бастап пәтер тауып, оценка жасатып, төлем қабілетін растап, договор купли-продажа жасап, мына ақша пәтерді сатып атқан адамға аударылу керек 20 жұмыс күнінің ішінде. Немесе 100% үй сатып алам дедіңіз, ешқандай банктың қатысуынсыз. Спецшотқа түскен күннен бастап договор купли-продажа жасап, форма 2 алып, соны жаңа порталға жүктеп, мына ақшаны үйді сатып атқан адамға аудару керек 20 жұмыс күннің ішінде. Көрдіңіздер да? Сол сияқты ішінара немесе толық төлем дедіңіз. Екінші деңгейлі банктер болса, жаңағы договор банковский займа, график погашения, справка судной задолженности, соны жүктеп үлгеру керек. Отбасы банкінде болса да, жаңағы өздері ешқандай құжат жүктеудің қажеті жоқ, оны өздері жаңағы портал арқылы кіресіздер да, или личный кабинеттен, или интернет банкингтен ішінара төлем немесе толық төлем деп жабасыздар. Оның видеолары менің осы YouTube каналымда бар. Емделу болса да, жаңа врачтардан заключение алып, договор алып, оның бәрін порталға жүктеп үлгеру керек. 20 жұмыс күнінің ішінде ақша сол белгілі мекемеге аударылу керек. Міне, көрдіңіздер да? Осылай. Бұрын бұның барлығы не? 45 жұмыс күні беріледі, қазір 20 жұмыс күні беріледі. Ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып осы. Достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар. Келесі тақырыпта кездескенше сау, саламат болыңыздар.